بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار Әммә бәғду, ассаламу алейкум, құрметті жамағат. Алла тағаланың қалауыменен сабағымыз жалғасуда. Алдыңғы сабақтарда сіздермен бірге Құран туралы бастап келе жатқан болатынбыз. Құран не екендігі? Құран Алла тағаланың кәлім екендігін айттық. Құран ол ләухіл махфулда жазулы тұрған екендігін айттық. Жибрил алейхиссалам Алла тағаланың бұйрығымен уақыт сағаты келген кезінде ләухул махфулдан Құранды бір бүтін етіп дүние аспанына қадір түні түсіргендігі туралы айттық. Онан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға ең алғаш Хира үңгірінде Алақ сүресінің алғашқы 5 аяты қалай түскендігі туралы айттық. Осылайша Алла тағаланың қалауыменен әрбір оқиғаларда, әрбір жағдайларға және де Алла тағаланың пайғамбарына түсіргісі келген аяттарын Жибрил алейхиссалам бөлік етіп, бірте-бірте түсіріп бастады. Және де Рамазан айы келген кезінде Жибрил алейхиссалам арнайы түсіп, 1 жыл көлемінде қанша Құран түсті, соны пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан жатқа қабылдап алды. Осылайша әр жылы Рамазан айында Жибрил алейхиссалам түсіп, сол жылға дейін не түсті, қанша сүре түсті, қанша аят түсті, соның барлығын қабылдап алып отырды. Ал енді соңғы жылы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға Жибрил алейхиссалам 2 рет келді. 2 рет келді де сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан 2 рет Құранды толық қабылдап алды. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның кезеңіндегі Құранның жиналуының бірінші мәселесі, немесе бірінші бөлімі. Яғни Құран пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жүрегінде жатқа толықтай сақталды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Құранды толық жатқа білді. Және де оны екінші бөлімде сахабаларға жаздыртып отырды. Сол жазушы сахабалар Куттабул Вахи деп аталды. Яғни Вахиді жазушы сахабалар. Құранды толықтай сахабалар жазып алды. 23 жыл көлемінде сол Вахиді жазушы сахабалар терге, сүйектерге, құрма ағаштарына, тастарға жазып алды. Сөйтті де оны сақтап отырды. Әр Вахиді жазушы сахаба өзі қанша жазды, сонша көлемінде сақтап алды. Бұл Құранның жер бетінде жинақталуының, сақталуының екінші бөлімі. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өзі бар кезде Құран толықтай жазылып қойылды. Толықтай. Бірақ шашыраңқы түрде болды. Яғни жазушы сахабалар шамаменен 40-тан астам жазушы сахабалар болды. Сол сахабалар Құранды толықтай жазып алды да
өздерінің не жазды, соны өздері жинақтап отырды деп айтқан болатынбыз. Бұл екінші бөлім. Ал енді үшінші бөлімі болатын болса, бұл сахабалардың Құранды жаттап алулары. Бүгін Алла нәсіп етсе, Құранды жаттаған сахабалар туралы сабақ өтетін боламыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің өте атақты хадисінде былай дейді: «Хайрукум мән таалламал Құр'ана ва аллама». Сендердің ең жақсыларың Құранды үйреніп, жаттап, өзгеге үйреткендерің деген. Міне, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам уахи түсіп бастаған сәттен бастап, сахабаларға Құранды жаттатып отырды. Және де Құранды жаттауға қызықтырды. Сол қызықтырған хадисінің бірі осы хадис болып табылады. Қанша түсті, сонша түсіп отқанды сахабалар жаттап алып отырды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оларға мешітте отырып, түрлі сапарларда болсын, көбінесе сол тұрғылықты жерде, мешітте Құранды сахабаларға жаттатқыздырып отырды. Ал енді арабтардың жалпы табиғатында тез жаттап алу болатын. Олар біздің қазақ халық секілді ауыз-екі, бір-біріне ауыз-екі тілменен үйретіп, соны жаттауды тез сіңіріп алуда олар өте шебер еді. Өте шебер еді. Мысалға, біздің жерде де қаншама жыр дастандар, бір жиындарда арнайы ақындар келіп, арнайы жыраулар келіп, соны айтатын болса, сол жердегі отырған өте зерек, сақтау қабілеті мықты адамдар бір естігеннен ақ жаттап алатын болған ғой. Сол қаншама біздің әдебиетіміз ауыз-екі жолыменен келген. Яғни, естиді, жаттап алады, айтады, сосын басқа біреу жаттап алады, ол айтады, басқа біреу жаттап алады. Сөйтіп қаншама біздің жыр дастандарымыз, мақал мәтелдеріміз, аңыз ертегілеріміз осылай жеткен. Дәл сол секілді арабтарда да жаттау қабілеті, зеректік деген нәрсе өте жоғары болған, өте керемет болған. Олар да сол қандай да бір мәжілістерде, қандай да бір жиындарда ақындар шумақтап қанша қатар өлең айтса да, сол өлеңдерді дереу жаттап алатын қасиеттері болған. Сондай бір сабағымыздың басында бір осыған қатысты бір мысал айта кетейік. Мынау Аббасилердің халифат кезінде өте бір атақты, өте бір қызықты оқиға орын алады. Аббасилердің бір патшасы, халифа, бір естігеннен жаттап алатын қасиеті болған екен. Бір естігеннен. Сөйтіп, ол кісінің бір қызметші әйелі болады. Ол болатын болса, екі естігеннен жаттап алатын қасиеті бар екен. Және де бір қызметші бір бала болады, ол үш естігеннен жаттап алады. Бір сөзді, бір кез келген бір әңгімені үш рет айтылса болды. Дәл солай айтып береді. Сөйтеді де ақындарға жаңағы жолдама, не дейді жаңағы, жар салады. Ақындарға арнап бір жаңағы не ұйымдастырады. Не деп айтамыз? Емтихан ба, бір жарыс ұйымдастырады. Сөйтеді де айтады, кім сондай бір өлең шығарып келсе, мен сол өлең
салмағы неге жазылған болса, соның салмағындай алтын берем дейді. Жақсы. Соныменен ақындар қуанып, жаңағыдай өлең жазып бастайды. Сонымен бір ақын келеді, түніменен өлең шығарып, жаңағы халифтің алдына кіреді. Жаңағы жарлығыңыз бойынша сіз шақырған жарыс бойынша келіп отырмыз. Жақсы. Халиф болатын болса, өзі қалады да жаңағы екі қызметшісін, бала менен әйелді, мынандай бір ширманың артына, перденің артына отырыңдар деп отырғызып қояды, көрсетпестен. Естіп тұру керек қой. Сөйтеді де жаңағыдай ақын келеді да өзінің жасқа жазған өлеңін мақтанышпен оқып береді ғой жаңағы жерде. Сонымен тұрады да халиф айтады, басшы, әй, мынаны өзің шығардың ба? Я, хан ием, өзім шығардым. Әй, мүмкін емес мынаны өзің шығарғаның. Неге өтірік айтып жатсың? Әй, өтірік айтып жатқан жоқпын, хан ием, шын өзім шығардым. Кеше ғана дайын болған туынды. Ондай болатын болса, сен анық өтірік айтып тұрсың мына сөзіңмен. Себебі мен бұны бала күннен білемін бұны. Дейді де жаңағыдай, сенбесең мен қазір оқып берейін саған дейді. Сөйтеді де жаңағы ақынның оқып берген, өзі шығарып берген өлеңін дереу сол жерде оқып береді. Ар жақта кімдер тұр? Бала менен жаңа әйел тұр. Екінші рет естіді ғой. Бала, жаңағы әйел. Сөйтеді де, сенбесең дейді, сенбесең, бұны көпшілік біледі. Менің бір кез келген қызметшім шақырайын, сол да оқып бере алады. Сөйтеді да, пәлен, кел дейді. Келеді анау. Мынандай деген өлеңді естідің бе? Осындай тақырыпта жазылған. Я, білем мен, естігем дейді. Айтып бершкен. Суылдатып тұрып айтып береді, шумақ-шумағы менен. Анау жаңағы ақын аң-таң. Әй, мен өзім шығарғам, ешқайдан. Енді өзі шығарған, ешқайдан алып келмеген. Соныменен тұрады да, әлі сен көріп тұрмын, сен сенбей тұрсың. Сенбесең, қазір мен тағы бір баланы шақырайын. Пәлен шақырыңдар. Сонымен бала келеді. Сен пәлен деген өлеңді естіген бе едің, білген бе едің? Я, естіген. Айтып бершкен. Судыратып айтып береді. Сонымен ақын басын қасып жаңа жерден аман есен құтылып шыққанына қуанып шығады. Екінші ақын келеді, дәл сондай жағдай. Үшінші ақын келеді, дәл сондай жағдай. Соныменен тұрады да, бір сол елді мекенде бір өте атақты, өте бір зерек ақын болады. Қазір атын ұмытып тұрмын мен. Сөйтеді де, жаңа көшеде кетіп бара жатса, 3-4 ақын жиналып, бәрінің түрі бұзылып кеткен. Оны барып амандасады. Осындай не болып қалды? Осындай халиф шақырған еді, осындай сый-сияпат ұсынған еді, бірақ өзіміз шығарған туындыны барып оқимыз. Жаңағы халиф та оқып береді, оны қайталап, жаңағы қыз да оқып, бір әйелі бар екен, ол да оқып, жаңағы бала, бұлар білмейміз қаяқтан не қылған. Біз өзіміз шығарғанбыз. Бұлар болатын болса, оны бала күннен білеміз деп түсінбестен дал болдық дейді ғой жаңағы. Сонымен бір нәрсені сезеді. Сөйтеді де өлең жазады. Сауту сафирил бульбули деген деп аталатын өлең. Бұлбұлдың айт жаңағы шырқаған әні, дауысы деген. Сауту сафирил бульбули. Бір керемет. Бұлбұлдың жаңа дауысы деп. Ол жердегі өлеңнің жалпы мағынасы, мына жаңа ақын, мен жаңа таң атқанда табиғатқа шыққан едім, қарасам бір бұлбұл тұр екен, ол бұлбұл өлең айтып отыр екен, қарасам бір қыз тұр екен, ол қызға тіл қаттым, ол менен ұялды,
деген жалпы сол махаббат, теңеу, суреттеу жайында айтылған бір керемет туындыны шығарып келеді. Өте қиын жаңағыдай. Өте қиын. Бір қиыннан қиыстырар ер данасы дейді ғой жаңағы. Сөздері бір өте сирек кездесетін араптың сөздеріменен қиыстырып алып келеді. Сөйтеді де айтады. Келе ғой, өлең шығарып келдің ба? Я, өлең шығарып келдім. Оқи ғой. Соныменен тұрады да жаңағы патша, ақын жаңағы өлеңді оқып береді. Соныменен ана өлеңді оқып жатқан кезден ақ ана халиф миы аши бастайды ғой, ана сақтап қалу керек қой енді анан. Ана келет оқып атыр, бірақ сақтап үлгере алмай жатады да. Сонымен оқып бітеді ғой. Бір 5-6 шумақтан ғана, 4-5 шумақтан ғана тұратын өлең. Сөйтеді да жаңағыдай ішінен тәуекел етіп оқи бастайды ғой жаңағы басшы. Бір шумағын оқиды, екінші шумағын оқып келе жатқан кезде шатасады жаңағы. Тұтығып, үйтіп, бүйтіп, соныменен тұра тұр дейді. Жаңа әйел шақырыңдар дейді ғой. Сен білесің бе едің осындай өлеңді? Естуім бар еді дейді жаңағыдай. Естуім бар еді. Оқышы дейді. Ол да жаңа енді ол толық есту керек қой, жаттап алу үшін. 2 рет есту керек. Бұл 2 рет естіген жоқ, оның үстіне жаңа өте қиын өлең. Соныменен ол бірінші шумағынан келгеннен шатасады ғой. Сонымен бар дейді, анан шақырыңдар дейді. Ол келеді, естіген бе едің? Білмеймін, естіген ба, естімеген ба. Бір нәрсе бар сияқты, оқышы дейді. Ол жаңағы басынан шатасады. Құрыңдар, кетіңдер дейді. Сөйтіп. Сен бір нәрсені біліп қойдың дейді анаған. Сен бір нәрсені біліп қойдың. Жақсы дейді. Не талап етесің дейді. Енді өзіңіз берген сыйлығыңызды үміттеніп отырмыз дейді. Жақсы. Мен жаңа уәде бергем, не нәрсеге жазған едіңдер, соның салмағындай алтын берем деп айтқам. Жақсы. Не нәрсеге жазып келдің? Сонымен ақын айтады. Хан ием дейді, менің әкемнен қалған мирасым бар еді дейді. Әкем қалдырып кеткен марқұм. Маған әкем үлкен бір 2 түйенің өзі көтере алмайтын мрамор тас қалдырып кеткен еді дейді. Мен сол мрамор тасқа соны қашап, осы өлеңді қашап жазған ем дейді. Қаласаңыз алдыртайық дейді. Сонымен яқтан уәзірі келеді, сыбырлап, хан ием, ол түйе көтере алмайтын алтынды беретін болсақ, бүкіл мемлекеттің бюджетінде сақталып тұрған байлықтан ажырап қаламыз ғой. Деп ана ақынға әйтеуір бір сый-сияпат беріп, аман есен өздері ақыннан аман есен құтылып шығады. Міне жалпы осындай оқиғалардан және де жалпы тарихтағы арабтардың әдебиетінен білетініміз, арабтардың да сақтау қабілеті, зеректігі өте мықты болған. Содан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сахабаларға Құранды жаттатқыздырып отырды. Енді сырттан қаншама адамдар келіп, түрлі қабилалардан, түрлі мекендерді, Меккенің айналасында бар, Мединенің айналасында бар, Таиф жақ бар. Сол жалпы араб жазирасындағы түрлі ру тайпалардан адамдар келіп, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жанында 1 күн болса да, 2 күн болса да, 1 апта болса да, 1 ай болса да жүріп, дінді үйреніп, қайтадан өздерінің жаңағы елді мекендеріне, отандарына қайтып отырды. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оларға жаңағыдай Құранды шамалары жеткенше жаттатқызып жіберіп отырды. Олар өз елді мекеніне барғаннан кейін үйреніп келген нәрселерін ары қарай тарқатты. Осылайша дін жайылды.
Ал енді Мединенің ішінде болған, Мединеде болған сахабалар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жанында әрдайым жүрген, олар болатын болса Құранды толық жаттауға кірісті. Алла тағала Құранда бұл жайында не дейді? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бәл хуа аятун байинатун фи судуриллазина утул илм. Енді бұл Құранның аяттары, бұл анық, ашық, белгілі, арабтар оны түсінетін сондай аяттар. Және де ол аяттар ілім берілген адамдардың көкіректерінде сақтаулы дейді. Көкіректерінде сақтаулы. Яғни жаттаулы деген сөз, жаттаулы. Осылайша сахабалар жаттап бастады. Енді сахабалардың осы Құранды жатқа білген сахабалардың саны қанша болған? Құранды жатқа білген. Әрине, бұл санақ жасау ол кезде қиын еді. 23 жылдың ішінде қаншама оқиғалар орын алып жатыр. Дінді үйретіп жатыр. Соғыстар болып жатыр. Қайтыс болып жатыр қаншама сахабалар. Қаншама сахабалар енді жаттап келе жатыр. Қаншама сахабалар жаттап қойған деген секілді. Қаншама сахабалар өздерінің тыныс тіршіліктері бар, егіндері бар, құрма бағулары бар. Солардың арасында жүріп, тіршілікпенен бірге Құранды жаттап отты. Енді олардың саны бізге белгісіз. Алайда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам имам Бұхари риуаят еткен хадисте, Анас ибн Малик радиаллаху анхудан жеткен хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи Анас ибн Малик не дейді? جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كلهم من الأنصار أبي ابن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد رضي الله عنهم أجمعين. أنس بن مالك رضي الله عنه былай дейді: алейхи уассаламның заманында Құранды 4 сахаба жинады дейді, жаттап алды дейді. Олардың барлығы ансарлықтар дейді. Біріншісі кім? Убай ибн Кааб радиаллаху анху. Бұл кісі өте атақты, Құранды жатқа білген, жаңағы ерекше сахаба болған. Құран мәселесінде, Құранға қызмет мәселесінде, Құранды оқу жағынан, Құранды жаттау жағынан өте ерекше сахаба болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Құранды 4 адамнан үйреніңдер деген, соның бірі Убай ибн Кааб. Бұл кісінің дауысы өте керемет болған. Атақты оқиғаны білесіздер. Убай ибн Кааб радиаллаху анху өзінің ұлыменен бір сапарда келе жатып демалуға тоқтайды. Сөйтеді де атын байлап, баласын жаңа жерге жатқызып, баласы ұйықтап қалады. Сөйтіп отырады да бұл кісі Құран оқи бастайды. Құран оқи бастаған кезінде аты тыпыршылап кете береді. Сонымен тоқтайды. Тынышталған кезде аты да тынышталады. Қайтадан Құран оқып бастайды, қайтадан аты тыпыршылай бастайды. Қайтадан тоқтайды. Тынышталады. Оқи бастайды, қайтадан аты тыпыршып кетеді. Содан жаңа баласына зиян кеп қалмасын, ат жаңа үркіп, босанып, қашып кетіп, жаңа көліксіз қалмайық деп Убай ибн Кааб радиаллаху анху тоқтатады. Сөйтеді, кейін келгеннен кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға болған оқиғаны баяндап береді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сонда: "Ей Убай, сенің даусыңды есту үшін көктен түскен періштелерден сенің атың үркіген болған" дейді. Егер де сен тоқтамастан оқи бергеніңде, жер беті аспан періштелерменен толып кетер еді дейді. Міне, сондай деңгейде Құран оқитын болған, сондай тілі тәтті, өте шырын, өте анық Құранды сондай көркем оқитын сахаба
болған. Екіншісі кім? Убай ибн Каабтан кейін Муаз ибн Джабал радиаллаху анху. Одан кейін Зайд ибн Сабит радиаллаху анху. Бұл кісінің Құр'анға жасаған еңбегі барша сахабалардан асып түскен. Біз алдыңғы сабақтарымызда келеміз, Зайд ибн Сабит радиаллаху анхудың Құр'анға жасаған қызметі жайында сол жерде кеңінен иншаалла баяндайтын боламыз. Одан кейін Абу Зайд. Ал енді басқа бір риуаятта болатын болса, Салим Маула Аби Хузайфа деген сахаба радиаллаху анху. Одан кейін Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху. Одан кейін Абу Дарда радиаллаху анхумдарды пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осы сахабаларды айтқан. Енді бізге атақты болған есімдер, осы Құр'анды жатқа білген сахабалар. Убай ибн Кааб радиаллаху анху жа айттық. Біріншісі, бұл кісі қарилардың ең үлкені болған, ең ұлысы, ең атақтысы болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оған Құр'анды өзі үйреткен. Және де Сайидул Құрра деген ат берген. Қарилардың мырзасы, қарилардың сайиді деген ат, лақабат берген. Убай ибн Кааб радиаллаху анхуға. Содан кейін мынандай сөз айтқан. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Убай ибн Каабқа арнап мынандай сөз айтқан. Инна Аллаха амарани ан ақра'a алейка суратал байина. Алла тағала маған саған Байина сүресін оқып беруімді бұйырды деген. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Убай ибн Каабқа Байина сүресін оқып берілуі Алла тағала тарапынан не қылған? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға бұйырылған. Негізінде сахаба ол пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға оқып беру керек қой енді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ұстаз ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ол елші, ол пайғамбар, ол сол не қылу керек, қабылдау керек, аналар оқып беру керек. Алайда пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға Аллах тағаланың өзі бұйырған Байина сүресін барып кімге? Убай ибн Каабқа оқып берді. Сол кезде осыны естіген кезде фақала Убай уасаммани лак. Менің атымды саған Алла тағаланың өзі атады ма? Яғни Алла тағала менің атымды атап тұрып оқып бер деп айтты ма? Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам я деген. Наам. Я оқып берді. Сол кезінде Убай радиаллаху анху жылаған. Алла тағаланың өзі Убай ибн Кааб радиаллаху анхудың несін? Атын атап тұрған. Әлгі жерде. Міне дәреже, міне деңгей. Алла тағала бұл кісілерменен жолығымызды баршамызға нәсіп етсін. Екіншісі Муаз ибн Джабал радиаллаху анху. Бұл ансарлық сахабалардың ішіндегі ғалымдарының бірі. Және де харам менен халалды өте жетік білген фақих сахаба. Ең бірінші Құр'анды жаттаған сахабалардың бірі. Қай жақта? Мединеде. Себебі бұл кісі ансарлық. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не деген? А'ламу уммати бил халали вал хараму Муаз ибн Джабал. Менің үмметімнің ішінде халал менен харам жайында өте жетік білетін, барлығынан артық білетін Муаз ибн Джабал радиаллаху анху деген. Үшіншісі бұл Зайд ибн Сабит радиаллаху анху. Бұл енді Зайд ибн Сабит радиаллаху анху ансарлық сахабалардың ең кішісі, жас жағынан ең кіші сахаба болған. Бірақ жасы кіші болса да қаншама сахабалардан озып кеткен сахаба. Жасы кіші болса да
Енді қаншама сахабалар Меккеден бері келе жатыр, жасы үлкен сахабалар көп қой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жанында жүрген сахабалар да көп. Бірақ солардың ішінде осы Құран мәселесінде ерекше озып шыққан сахаба. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның уахиін жазушы сахаба. Және де Құранды жаттау жағынан, Құранды жазу жағынан, оның ережесін білу жағынан ең алда тұрған сахаба болып табылады. Бұл енді Абу Бәкір радиаллаху анхудың заманында Құранды жинаған, жазған сахаба. Біз иншаалла оны сабақтарымызда келеміз. Одан кейін Абу Зайд әл-Ансари радиаллаху анху. Бұл Наджар руынан болып келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның заманының өзінде Құранды жинап жаттаған. Және де бұл кісі Ямама соғысында дүниеден өткен. Шахид болған сахаба. Ямама соғысын білесіздер ғой. Ямама соғысы бұл Абу Бәкір радиаллаху анхудың халифаттылығы кезінде Мусайляматул Кәззаб шығып, Бану Ханифа руын өзінің артына еріп, мен пайғамбар болдым деп, қаншама адамның мұртат болуына себеп болған ислам тарихындағы өте бір жағымсыз тұлға. Сол кісінің ислам дінінен шыққаннан кейін, соған ергендер ислам дінінен шығып мұртат болғаннан кейін Абу Бәкір радиаллаху анху бұларға барып соғыс ашып, сол соғыста Мусайляматул Кәззабты өлтіреді. Соныменен олардан қаншама адамдар дүниеден өтеді, бірақ өкінішке орай сол соғыста 70-ке жуық қари сахабалар шахид болады. Соның бірі кім екен? Абу Зайд әл-Ансари радиаллаху анху. Одан кейінгісі Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху. Бұл кісі Құранды Меккеде ең алғаш дауыстап оқыған сахаба болып табылады. Білесіздер. Ең бірінші Құран кез келген жерде сөз салып оқи бермеді ғой. Қаншама құрайыштықтар келіп қорқып жүрді. 3 жыл бойы жасырын дауат жүрді. 3 жыл бойы. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оны жасырын. Кейіннен ашық айтыла бастады. Ислам діні бір Аллаға сеніңдер, пұтпараздықты тастаңдар. Құран, жалпы сол кезде Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху не істеді? Құранды ең алғаш Ар-Рахман сүресін шығып оқып берді адамдардың көзінше. Бұл кісінің өзі мынандай сөз айтады. Валлахи дейді, лақад ахадту мин фи расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллама бид'ан ва саб'ина сура. Аллаға қасам етем, Алланың атымен ант етем, мен пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның өз аузынан 71 неше сүрені жаттап алдым дейді. Өз аузынан естіп жаттадым. Қалай түсінеміз бұны? Яғни бүкіл Құранды пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламнан жаттамаған ба сонда? Бүкіл Құранды пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның өз аузынан жаттамаған. Алайда сол сахабалар өзі бірігіп отырған кезде не істеген? Бір-біріне Құран үйретіп отырған, жаттатқыздырып отырған. Сахабалардың барлығы пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның жанында азаннан кешке шейін 24 сағат немесе 12 сағаттап аптасына 7 күн, айына 30 күн жанынан шықпаған деген сөз жоқ. Сахабалар келді, отбасымен болды, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанына барды, тірлік істеді, жаңағы мал баққан сахабалар болды, егінмен айналысқан сахабалар болды, жаңағы құрма баулармен, сауда саттықпен, саятшылықпен, аңшылықпен,
түрлі жаңа соғыстарда жүрген сахабалар болды мысалға да. Солар келіп, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жанынан ілім алады, кетеді, екінші сахабалар келеді. Олар ілім алып кетеді, үшінші сахабалар келеді. Осылай жүріп, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дінді де үйренді, Құранды да не істеді? Үйренді. Одан кейін Салим Маула Аби Худайфа радияллаху анху. Бұл кісі мухаджирлік. Бұл енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Құранды 4 адамнан алыңдар деген, сол 4 адамның бірі осы кім? Салим Маула Аби Худайфа радияллаху анху. Бұл кісіде жаңағы Ямама соғысында, шайқасында дүниеден өткен. Шахид болған ұлы сахаба. Одан кейінгісі Абу Дарда радияллаху анху. Бұл не? Шам өлкесінің қарийы болып табылады. Және де 4, жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан 4 сахабаның бірі. Не дейді? Бұл сахаба «Күнна нақрa'ул Құр'ана ва натa'алламу мa'анiyatan qabla an na'mal». كنا نقرأ القرآن ونتعلم معانيه قبل أن نعمل به. Біз Құранды не қылатын едік дейді? Құранды оқитын едік, оны үйрететін едік, оның мағыналарының бәрін не амал етуден бұрын жақсылап, үйреніп, түсініп, біліп алатын едік дейді. Міне осындай сахабалар кім не болған? Көп болған жалпы. Біз енді олардың барлығын қазір тізіп айтып отыруға уақытымыз жетпейді. Бірақ осы не атақты қарилар, солардың ішінде жаңа Абдулла ибн Аббас радияллаху анху, Умар ибн ал-Хаттаб радияллаху анхумдарда бар. Енді Құранды жаттау қандай әсер қалдырды? Ислам тарихында Құранды жаттап алған сахабалардың орны қандай? Қандай маңыздылығы бар? Қандай ерекшелігі бар? Десек, бұл ерекшелік, бұл маңыздылық, бұлардың орны ең жоғары, ең ұлы болып табылады. Себебі, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өзі бар кезде Құран 3 түрлі жолмен сақталды. Біз соны 3 бөлім етіп түсіндіріп жатырмыз. 3 түрлі жолмен сақталды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әлі дүниеден өткен жоқ, Раббысына жолыққан жоқ. Аллахумма салли аля сайидина Мұхаммад. Біріншісі пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өзі жатқа білуі. Енді біреулер айтуы мүмкін, ол енді өзі пайғамбар ғой, енді оған уахи түсіп отыр ғой. Иә. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның Құранды жатқа білуі бұл ерекше мәселе. Иә, ол пайғамбар, иә, оған уахи түсіп жатыр, иә, Алла Тағала оны жүрегіне сақтап қойған. Бұл қиямет күнге дейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға кір тағылмауы үшін ерекше мәселе болып табылады. Бір айып тағылмау үшін ерекше мәселе болып табылады. Егерде пайғамбар, егерде бір хабарлар келген болса, пайғамбар мына жерде ұмытып қалған, мына сүрені де шатасып қалған деген бір әйтеуір мағлұмат келген болса еді, онда мына ислам
жаулары, дін қарсыластары, тіпті мұсылмандардың өздері де Құр'ан мәселесінде, яғни Құр'ан ол пайғамбарға қалай түскен, бізге дәл солай жеткен ба, жетпеген ба деген күмәнда болар еді. Алайда пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өзі жатқа толықтай білуі, ұмытпауы, шатаспауы бұл қиямет күнге дейін дәлел. Бірінші дәлел, Құр'ан бізге Алла тағала Жибрил алейхиссаламға қалай Құр'анды салды, қалай түсіруді бұйырды, Жибрил алейхиссалам оны қалай пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға түсірді, сол қалпында сақтаулы тұр. Біздің қолымыздағы қазіргі Құр'ан сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жүрегіндегі Құр'ан. Ешбір әрібінде, ешбір аятында өзгеріс жоқ. Бұл бірінші дәлел. Екінші, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзі бар кезде Құр'ан толықтай жазылуы, алайда шашыраңқы түрде жазылып қойылғандығының өзі екінші дәлел. Біздің қолымыздағы Құр'ан сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға түскен Құр'ан. Өзгеріссіз, қатесіз, бұрмалаусыз, басқасыз, күмәнсіз. Үшінші дәлел, ол біздің қолымыздағы Құр'ан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жүрегінде сақталған Құр'ан екендігі осы қарилардың еңбегіменен жеткен. Яғни қарилар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Құр'ан түсті, соны дәл солай өз аузынан жаттады, немесе бір-бірінен жаттады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға оны тапсырып отырды, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан оны қайталап отырды, өзара қайталап отырды. Осылайша Құр'ан көкіректерде, жүректерде сақталып қалды. Солар кейін өздерінен кейін келген табииндерге, өздерінің айналасындағы сахабаларға Құр'анды үйретті. Табииндер табииндерге үйретті. Олар өз кезегінде шәкірттеріне, ол өз кезегінде шәкірттеріне, осылайша күні бүгінге дейін Құр'ан ұстаздан шәкіртке, ұстаздан шәкіртке ауысып, жатталып келіп отыр. Өзгеріссіз. Бұл Құр'анды жаттаушы сахабалардың болғандығы, сол жаттап алған сахабалардың болғандығы не Құр'анның таза бізге жеткендігіне үшінші дәлел болып табылатындығы сол себепті. Демек, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның кезеңінде Құранға қатысты айтатын болсақ, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның кезеңінде Құр'ан үш түрлі жолмен сақталды. Біріншісі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жүрегінде, екіншісі жазулы, бірақ шашыраңқы түрде, бірақ жазулы. Үшіншісі сахабалардың жүрегінде Құр'ан сақталып қалды. Қазіргі таңда ислам қарсыластары келіп біздің Құр'аннан бір айып іздегісі келеді, кір тапқысы келеді. Қаншалықты жеткен, жетпеген, қалай жазылған, жазылмаған, ол сол кітапқа сақталған ба, сақталмаған ба, өзгеріске ұшыраған ба, ұшырамаған. Өйткені басқа діндердің кітаптары міндетті түрде өзгеріске ұшыраған. Әлбетте өзгеріске ұшыраған, өзгеріске ұшырап кете береді. Өйткені бұлар әр 100 жыл сайын жиналып, профессорлар, дін ғалымдары кітаптардың іштеріне өзгертулерді жазып отырады. Олар өздері соны айтады, өздері мойындайды соны. Бұны біз айтып жатқан жоқ, біз сендер осылай істеп жатсың. Өздері сол нәрсені анық ашық айтады. Сонда қалай мысалға Құдайдың сөзі деген кітапты адам келіп бір нәрсесін алып тастап, басқа бір нәрсені енгіздіріп қояды? Қалай ол Алланың, Құдайдың сөзі болып табылады одан кейін? Адамның сөзі емес пе ол?
Мүмкін оның ішінде Құдайдың сөзі бар шығар, әлі де сақталған. Бірақ қайсысы Құдайдікі, қайсысы адамдікі екендігі қазір беймәлім. Ал енді осы нәрсеге сүйене отырып олар біздің Құранға да осы нәрсені айтқысы келеді. Осындай етіп көреді. Өзіміздің кітапта да сондай болып жатыр, сендердікінде де сондай шығар. Өйткені біздікінде де осындай ғой. Деген нәрсені. Сонда біз айтамыз жоқ. Әлбетте жоқ. Себебі Құран пайғамбардың өзі бар кезде, бұл маңызды момент, бұл өте маңызды мәселе. Пайғамбардың өзі бар кезде, саллаллаху алейхи уассалам, Құран сақталып қойды жер бетінде. Қалай сақталды? Жаңағыдай. Жүректе пайғамбардың, жүректерде сахабалардың, жазулы сүйектерде, тастарда, ағаштарда, терілерде шашыраңқы болса да. Енді кейіннен ол жинақталды. Бір мұқабаның ішіне жинақталу кейін болды. Бірақ ол бір мұқабаға жинақталсын, жинақталмасын, Құран сақталып қойылды. Бұл өте маңызды мәселе. Демек, біз бүгінгі сабағымызда бірінші Құранның жер бетіне түсу кезеңінің алғашқы кезеңін айтып бітірдік. Бұл кезеңде 3 бөлім бар дедік, немесе 3 мәселе бар дедік. Біріншісі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жатқа білу, екіншісі қайталап айтамыз сахабалардың жатқа білу, үшіншісі шашыраңқы түрде болсын жазылып қойылуы. Ва саллаллаху тағала аля хайри халқихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.